Жаңғырту жазудан басталмақ. Бүгін облыстық ардагерлер кеңестің мүшелері бас қосып латын әліпбиіне көшудің тиімділігін талқылады. Рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру аясында өткізіліп отырған шараның мақсаты жастарға бағыт-бағдар беру, әрі қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуінің пайдасы жөнінде мағлұмат беру. Осы орайда жиылған қауым қазақ тілінің болашағы жайында ой қозғап өзара пікір алмасты. Олардың айтуынша латын қарпіне көшу әлем қазақтарының рухани тұтастығын қамтамасыз ететін бірегей қадам. Сондықтан бұл бастамаға жетісу қариялар қызу қолдау білдіріп отыр. Әрі жаңа әліпбимен жазу қиындық келтірмейтінін айтады. Тек қаріптерді толықтай меңгерсе болғаны. Италиядан қашты, ал енді дүние жүзінде 80 елден астамы осы латын әліпбиін қолданады екен. Оның үстінде қазіргі заманғы технологияның бәрі латын әліпбиінен жүреді. Сондықтан да біз бұны үйренуге міндеттіміз. Біздің ұлтымызды, санамызды жаңғыртатын бір сала болып шығады. Әлгі біздің рухани жаңғыруымыздың бір тармағы осыған келіп саяды. Өйткені біз жастарды қазір латын әліпбиін үйретсек, ол дүние жүзіне танымал болады. Дүние жүзінің технологиясын, олардың техникаларын және шығып жатқан кітаптарын терең меңгеретін болады.